Осы армияның Тараз жерінен Сарыкемерден алған 66-шы баспанасы. 3 балалы, ерекше баласы бар Гүлнұр анамызға алынған баспана. Жақсыны көрмекке дейді қазақ. Халықтың алып берген баспанасы деген атқа лайықтап жасауға қолымыздан келгенше тырыстық. Бағасын беретін қырағы көзді халық өздеріңіз сіздер. Міне, үйдің еңсесі биік, есігінің алды толық навес, брусчатка, жаңа кішкентай бала, жаңа арбасымен есіктің алдында ары-бері жүрсе де ыңғайлы болсын деп, негізі сол балаға біз қатты бір жағдай жасағымыз келді, шынымды айтайыншы. Және де мына жерге цемент құйдық, жаңа арбамен үйден кіріп шығу оңай болсын деп. Ой, құдай-ай. Ал, мынау үйге кірген жер. Үйге кірген жерде мінекей мынандай 6 орындығымен столы. Осы столдың үстіне сәйкестендіріп, қазіргі соңғы үлгідегі ыдыстар, бұл күнделікті қолданғанға 6 адамға арналған ыдыстар. Және де мінекей, мына жерге аяқ киім қоятын, мына жерге осында киімдерін қоятын прихожка. Бұның барлығы су жаңа сатып алып, әкеліп жігіттер құрып қойды. Бұл жердің түсі мүлде басқа болған, оның обой болған, оның бәрін алып тастап, қайтам деген қабырғаны шкатурка, сылап, шкатурка жасап, оны сырлады. Төбесінен натяжной потолоктар, оны сырлады. Төбесінен натяжной потолоктарды жігіттер содан кейін міне осындай үлкен 10 шамды люстра қойылды. Әдемі перде, гарниздеріне де барлығы ауысты. Мына жер енді жаңағы арғы жаққа баламен арбамен көтерін алмаймыз, ол жаққа жүру қиын дейтін болса, мына жерді осындай бір әдемі қазақша бөлме, шай бөлме дейді ғой. Осындай ұзыннан 8 метр, 2 люстра, 3 терезеге де осындай әдемі перделер, қалың, сапалы, 4 көрпеше, 6 көрпеше, 2 жастығымен сандық, 8 метр, 3-4 размердің 2 кілем, 4 метр, әдемі 2 кілем, 4 метр, әдемі сапалы жасалынған осындай диван, және де смарт теледидар, интернетке қосылатын. Енді бұлай, теледидардың өзде мысалы интернетке қосылатыны, қосылмайтыны, мына бетіндегі экранның жұқалығы, қалыңдығы анық көрсететіні, соған байланысты бағасы да әртүрлі болады. Мысалы, естественно, интернетке қосылмайтын теледидар 15 000 арзан тұрады смартқа қарағанда. Енді менің өзімнің үйімде балалар канал көрмейді, тек қана YouTube көреді отырып. Барлық отбасыларға осы уақытқа дейін 65 баспана болса, 65 баспананың да теледидар бізде смарт дейді. Өйткені бізге барынша балалар жайлы өмір сүрсе деген ниет. Кеттік әрмен қарай. Мінекей мына жерде шансонғыш бар. Жерде шансонғыш бар. Бұл енді өте күрделі жөндеу жұмыстар жасалды десек болады. Қазір осы видеоның арасына салып отырамыз, көрсеңіздер болады. Мінекей холодильник, су жаңа газ қойылды, қазан, шайнек барлығы жаңадан алынды. Газ, мінекей вытяжкасы бар, плафон қойылды. Мынау мебельді де жаңадан әкеліп қойды, себебі бұл жерде өте ескі жиһаз болған. Күнделікті пайдаланған вилка, қасықтары, пышақтары, поварешка, тефалі бар, микроволновка. Мынау енді кез келген үйге қажетті дүниелер. Бір үйге қандай ыдыс-аяқ қажет, соның барлығы түгел осында. Мінекей, мынандай раковиналарына дейін толығымен ауыстырды. Мына жақта ванна, ұсақ түйегенің жігіттер ауыстырды, плафоны қойды, бұл жерге де натяжной потолок жасалынды, дәретхана бар үйдің ішінде, мінекей раковина, артық заттарын қоятын дүниелермен алынды, барлығы мінекей сабындардың барлығы, упаковкамен барлығы, мінекей бір үйге қажетті, тұрмысқа қажетті дүниелердің барлығы бар ішінде. Автомат 6 кило кір жуатын машина, порошогы бар, кір салат, кір киімдерін салып қоятын дүниесі. Ваннаға арналған арнайы осындай жылжымайтын, жуыла беретін жаңағы кір жуатын машинаға осындай арнайы дорожка.
төсеніш. Бұл үйдің есіктері маған ұнаған жоқ, себебі өте ескі, әбден тозығы жеткен болды. Ручкасының бәрі қықырлап, Қайыр қылсаң бүтін қыл, сый қылсаң сыпыра қыл деп, 3 балалы анамыз, онсыз күн таңдан кешке дейін ерекше баланың күтімімен, еммен жүгіріп жүрген анамыз, біз үйді бердік, болды, құтылдық. Болсаң бол, болмасаң бордай тоз деп кете салсақ, бұл дүниені қашан ауыстырып, қашан орнына жасай алады жаңа дүниені. Ал, мына жерде бізде 2 баланың төсегі. Қараңыздар, төсектер қандай әдемі, сапалы. Әдеттегідей барлығы су жаңа, әдемі перде қойылды бұл жерге. 2 төсек, люстра мінекей, арнайы балаларға арнап жасаған. Мына жерде сапалы қалың 4 салық сападағы кілем. Мына жерде енді пар тағып сабақ оқыса да болады. Тумба айнасымен, қандай ұсақ айнасымен, қандай ұсақ дүниелеріне дейін барлығын ауыстырдық. Неки, мынау кірген жерде де натяжной потолок тартылды. Және де білесіздер, натяжной потолок тартылғаннан кейін міне галтель, линолеум төселінді, одан кейін плинтус, есіктердің барлығы ауысты. Жалпы ремонт барлықтарыңызды үйлеріңізге ремонт жасайсыздар. Ол есіктің өзі бөлек, мынау есіктің тұтқаларының өзі бөлек сатылатын дүниелер. Мына жерде гладильный доска және де сапалы үтірмен. Балалардың бөлмесіне қарама қарсы біздің анамыздың бөлмесі. Анамыздың бөлмесінде мінекей 2 адамға арналған төсек, 2 тумбасы, мінекей 2 тумбасы, мінекей әдемі сапалы перде, және де балалардың анамыз өзінің киімдерін қоятын осындай шкаф бар. Аяғына мән бермей қойыңыздар. Мінекей денеге арналған, бетке арналған, қолға арналған осындай әдемі орамалдар. Люстра, мінекей. Одан кейін анамыздың бөлмесіне әдемі сапалы дорожка. Кеттік. Мынау бізде зал. Залда мінекей әдемі люстра, мұнда да натяжной потолок жетіп отырмын ғой. Люстра, натяжной потолок. Натяжной потолоктың мен қазақшасын білмейді екен, бұдым ренжімеңіздерші, бірақ қазақ тілге деген құрметім ерекше. Міне қабырға барлығы сырланды, жігіттер барынша күш салып, күндіз-түні ұйықтамай, балалар тезірек өз үйіне кірсін деп еңбек етті. Отыратын мінекей орындықтар. Мынау горилла айналайындар. Горилла ішетін қыздар горилла алып жүріңіздер, әйтпесем ішіп қоямыз. Орындық мінекей. 14 орындық, 3,5 метр үстел. Үстелдің бетінде мінекей дастарханы әдемі. Енді наны күнде жуа бермесін деп, бетіне пленкасы осындай. 12 адамға арналған ыдыстар жиынтығы, барлығы осы үйдікі. Одан кейін әдемі перде. Жалпы бұл үйді классикалығымыз келді, шынымыз айтайықшы, андай жыбыр-жыбыр перделер қойғымыз келмеді. Барлық бөлменің жаңадан осындай гарнизі қойылды. Неке, үлкен терезе. Ал кеттік. Мына жақта енді біздің 9 жастағы ерекше баламыз. Енді бұл баспанаға кіретін 3 балалы жар өмірден өткен Гүлнұр анамыздың 9 жастағы ерекше балапаны бар. Мен жүрсем екен, мамама көмектессем екен деген мынау кішкентай ғана жүрегі мейірімге толы Мирас деген балапан бар. Мына бөлмені мен енді Аллаға қатты сенем. Ол балапанның да аяқтан тұрып кетуін Алладан сұраймыз және де үміт етеміз. Шипасын беруші Алла. Алла нәсіп етсе, мынау сол балапанның төсегі. Осындай үлкен төсек қоюды жөн көрдік, өзі аунап-қунап жатса да, қоюды жөн көрдік, өзі аунап-қунап жатса да, мамасымен жатса да, және де енді балалардың киімдері көп болады ғой деп, мына жерге осындай әдемі прихожка. Көрпелерін жинап қойса да өздерінің. Перде, некен. Және люстра. Және Мирас балапанның аяғы жылы жүрсін деп сапалы әдемі кілем.
Ал жүр Нұрманиха. Давайте тез. Ішкенде пляжда жүрсін ба? Әр кәлләдә бір қиял, ол қиялды кім тияр дейді ғой. Қанша адам болса сонша пікір бар. Дегенмен де көпке қарсы шыққан көмусіз қалады дейді. Барлықтарыңыздың пікірлеріңізді ортақ қазанға салып қайнатып өзім бір шешімге келуді жөн көрем. Кейде соңғы уақыт шешімге келуді жөн көрем. Кейде соңғы уақытта көпшілігі білмеймін үйлер қатты әдемі болып кетіп жатыр ма, неге осынша дүниені аласында үй алып бердің, болды емес па, әрмен қарай тірі адам тіршілігін жасайды деп жазып жатады. Дұрыс, аман болсаң амалда дейді. Бұл үйді халық алып бермесе де әйтеуір өлместің күнін кешіп, балалар жеңішінде жұдырық түйіп, әйтеуір күндерін көреді. Бірақ балапан ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі дейді. Халықтан қазір осындай құрмет, қошемет, сый көріп жатқан балапандар болашақта қазақ еліне адал қызмет ететін балалар, азаматтар, тұлғалар болады деп мен қатты сенемін. Сондықтан да байдың асын байқұс қызғанады қылмайық. Мен де енді халықтың ақшасына оң қолымды бір сұғып, сол қолымды бір сұғып, аузымды ашатын болсам, мынандай дүниенің ешқайсысы жасалмайды. Сіздердің жинап берген қаражаттарыңызды ұқсатып, балаларға мектебі жақын, жолдың бойынан әдемі баспаналар алынып жатса, тек қуанады. Ал осыған жағдай жасап жатқан, өз жыртығын өзі жамап, өз қотырын өзі қасып жатқан қарапайым қазақ еліне ерекше алғысымызды білдіреміз. Ырысты қоғамдық қайырымдылық қоры 66-шы баспана құтты болсын. Мынау енді артық заттарын, керек емес дүниелерін қоятын. Неге далада су ағып тұр, үйдің учаскесі деген осындай кең, құнарлы жер екен. Көрініп тұр, қараңыздар, шөптердің барлығы деген жап-жасыл болып өсіп тұр. Жеміс ағаштары. Неге? Ал мына жерде сыртта осындай қазан ошағы бар. Екі қазан ошағы, жаңағы мен алып тастаған үйдегі жаңа кухня нау болған ғой, кухонный мебель. Неге? Осыны алып тастадым. Енді мен де ауырдың астымен, жеңілдің үстімен жүріп, жаңағындай кухняны ауыстырмай-ақ тазалап сүртіп қойып кетіп, мынау осы үйде қалған, осы нелер қалдырып кеткен шай ішетін үстелі. Бетіне дастархан төсей салып, істей салу менің де қолымнан келеді. Бірақ кіші жерде бір орысша сөйлейсіз.